Сүйінші ағайын, Жәнібек Әлімханұлы Астана төрінде франциялық Ануэль Нгамисенгені 5-ші раундта нокаутқа түсірді. Осылайша отандасымыз өзіне тиесілі WBO және IBF белбеулерін қорғап қалды. Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен, Руслан Бақытжанның спорт жаңалықтары YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бізде жаңа шығарылым, талқылайтын тақырыбымыз Жәнібектің айқасы және сол бокс кешіндегі басқа да жекпе-жектер болмақ. Ендеше арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Біздің барлық видеомызға қолдау көрсетіп келе жатқан фондағы достарымызға алғысымызды айтамыз. Ендеше төмендегі сілтеме арқылы өтіп, өз сыйлықтарыңызды алып кетіңіздер. Достар, осылайша көптен күткен бокс кеші де өз мәресіне жетті. Осыдан бірнеше минут бұрын бокс аяқталды және біз өз студиямызда сол бокс кешін көріп, жалпы жекпе-жектерден керемет ләззат алып, осы шығарылымды сіздерге бірден дайындап отқан жайымыз бар. Ендеше Жәнібектің басты айқасынан бастайықшы, осы бокс кешінің. Жәнібек осы айқасты өте жақсы бастады. Бірінші раундтан бастап, былайша айтқанда рингтің ортасын алып, доминацияға көшті және нағыз қазақ стилінің боксын көрсетті. Ануэль Нгамисенге осыған дейінгі баспасөз мәслихатында, сонымен қатар осыған дейінгі берген сұхбаттарында мен Қазақстанға келемін, Жәнібектің екі белбеуін тартып аламын, мен ешқашан жеңілмегенмін, мен Жәнібектің жалпы қандай бокс екендігін жақсы білем және рингте көрсетем, оны жеңем деген еді, бірақ оның барлығы жайында қалды. Ал күні кеше ғана арнайы баспасөз мәслихатында Жәнібек Әлімханұлы тағы да шегелеп тұрып айтты, мен қарсыласымды нокаутқа түсіремін, және ол өз сөзінде тұрды. Мінекей, енді негізі нокаут 5-ші раундқа дейін де болуы мүмкін еді, өйткені бірінші раундтың өзінде шамамен Ануэль Нгамисенге деген боксшының қандай екендігін біз байқадық. Әрине арасында франциялық қара жігіт бірдекілі соққыларын жеткізіп жатты, тигізуге тырысып жатты, алайда оның соққылары шын айтқан кезде бір спарринг қарсыластар болады ғой, бір жаттығу кезінде. Негізгі қаһарман қаттырақ соққылар жасайды, ал оның спарринг қарсыласы көбінесе қорғанып, бірдекілі ғана соққылар құлаштап жіберіп жатады. Сол секілді Ануэль Нгамисенгені біз сол спарринг қарсыласының бір ретінде байқадық. Енді бірінші раундтың өзінде айқын басымдықпен ұпай саны бойынша Жәнібек алға шықты. Екінші раундта да сол жағдай болды. Үшінші раундта да тіпті нокаут болуы мүмкін еді, бірақ қайта Жәнібек былайша айтқанда қарсыласын кешірді. Бірақ Жәнібек Әлімханұлы бұл айқастың және барша көрермен қауым бұл жекпе-жектің 12 раундқа жетпейтінін бәріміз байқап біліп отырдық, сезіп отырдық. Жәнібектің себебі әр раунд сайын жасаған соққылары дөп тиіп жатты қарсыласына. Нәтижесінде 5-ші раундта кәдімгідей Ануэль Нгамисенге есеңгіреп қалды. Есеп тіркелді. Одан кейін де ол жалпы жекпе-жек өткізуге дайын тұрғанмен сүлгі лақтырды және нәтижесінде ол жеңіліп қалды. Осылайша франциялық спортшы осыған дейінгі 14 жекпе-жегінің барлығында жалпы жеңіске жетіп келсе, осы айқаста жеңіліп қалды. Енді өзінің былайша айтқан кезде Ануэль рекордын бұзып алды, статистикасын, алайда ол қайда не үшін келе жатқандығын дұрыс білмей қалған секілді. Жәнібек Әлімханұлымен тіпті бұл айқас шетелде өткен күннің өзінде, ақш-та өткен күннің өзінде Жәнібек бәрібірде жеңіске жетер еді. Ал енді көпшілік ойлауы мүмкін, Жәнібек Қазақстанда осы жарысты ұйымдастырып, бір әлсіз қарсыласты алып келіп, өзі жеңді деп. Мүлдем олай емес, қадірменді көрермен, мүлдем олай емес. Ол Жәнібек осыған дейінгі сұхбатында да айтты ғой, мен ешқашан өзіме әлсіз қарсылас дайындаған емеспін, шақырған емеспін. Олардың барлығы дерлік мықты, өз деңгейінде, өз салмақтарында мықты болып жүрген жігіттер, және мен тек мықтылармен қолғап түйістіріп келдім деді. Және Жәнібек Әлімханұлы бұл жолда негізі әжептәуір боксшыны алып келген, бірақ қазақ боксының стилі деген бар. Қазақ стайл деп Жәнібектің өзі бүкіл әлемге паш етіп жүреді ғой. Сол стилді біз көрдік, айызымыз қанды. Және кішкене соншама күткен кезде, шын айтқан кезде бір жекпе-жек енді 12-ші раундқа дейін болмаса да бір 7-ші, 8-ші раундқа дейін жалғаса екен деп күтіп отырдық. Өйткені қаншама адам 100 мың, 200 мың теңгеге билет сатып алып, сол кәдімгі залдың ішінде Барыс аренадан тамашалады ғой. Сол жанкүйердің бір айызы қанбай қалған сияқты. Бірақ десе де бұл жеңістің аты жеңіс. Әрине қандай жағдай болмасын, Жәнібек Әлімханұлы бүкіл әлемнің алдында өзінің дәл осы салмақта мықты екендігін дәлелдеді. Біз құттықтаймыз Жәнібектің жеңісімен. Дайындығы да өте жақсы, тыңғылықты өтті. Керісінше негізі Қазақстанда осындай бокс кештері өткен кезде боксшыларға өте ауыр негізі. Өйткені оның жақын ағайын туыстары, достары,
барша мұқым қазақ ел келіп тамашалайды, отандасымызға қолдау көрсетейік деп. Ал сондай кезде сенде шегінуге жол жоқ. Мысалы үшін басқа біздің қазақ боксшылары үшін бұл өте кәдімгі бір емес, екі емес, кәдімгі жауапкершілік өте көп, бір 5-6 есе, бір 10 есе жауапкершілік кәдімгі жүк артылып қояды. Және сенің миыңда жеңіліп қалмау керек деген ой тұрады, және сен барынша өзің потенциалыңды көрсетуге тырысасың. Сондықтан да Жәнібекке бұл енді жауапкершілікті алып шығу да оңай болған жоқ. Және жалпы біз осыған дейінгі шығарылымда айттық қой, Қазақстанда, тәуелсіз қазақ тарихында, қазақ спортының тарихында бұрын соңды мұндай бокс кеші болмаған. Соңғы рет 25 жыл бұрын Василий Жировтың айқасы өткен Алматыда, Балқаш жолбарысының айқасы. Одан кейін 25 жылдың ішінде мұндай ауқымды кең көлемде болған жоқ. Өйткені бұл жекпе-жекті Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетті. Сонымен қатар шетелдік телеарналар да өз платформаларында тікелей эфирде көрсеткен болатын. Сондықтан да бұл боксты негізі бүкіл әлем тамашалады. Және Жәнібектің салмағындағы қарсыластарды көрді, сөзсіз. Және Жәнібектің кезекті мәрте өзінің күшінің қандай екендігін, қаншалықты екендігін былайша айтқанда сезінді деп айтуға болады. Иә, Жәнібек жекпе-жектен кейінгі берген бірден сұхбатында ол былай айтты: бұл жеңіс тек қана менің жеңісім, менің команданың жеңісі емес, бұл барша қазақ елінің ортақ жеңісі. Қадірмен көрермен қауым, сіздер жеңістеріңізбен құттықтаймын. Және осы екі белбеу бұл барша қазақ елінің белбеуі, және біздің негізгі мақсатымыз бұл дегеніңіз осы салмақтағы барлық 4 белбеуді Қазақстанға алып келу деп айтқан еді. Және абсолютті чемпион болу деген еді. Оның командаласы Берік Сұлтан да осыны айтты. Сондықтан да бұйырса біз алдағы уақытта Жәнібекке осы енді 2 белбеуді алады деген тілегіміз бар. Ертерек алсын, сөйтіп жалпы өзінің арманына жетсін. Расында Қазақтан шыққан әлем чемпиондары өте аз кәсіпқой бокста. Солардың бірі, әрі бірегейі, бүгінгі таңдағы енді нөмір 1 жұлдызды боксшысы ол әрине Жәнібек Әлімханұлы. Ардақты ағайын, енді жалпы осы бокс кешінде 10 жекпе-жек өтті. Астана уақытымен 17:00-де басталып, кәдімгі түнгі сағат 1-1:30-ға дейін өтті бұл бокс кеші. 10 жекпе-жектің енді барлығына жеке дара тоқталмай қояйық, бірақ десе де бізде әуесқой бокста Қазақстан құрамасының намысын қорғап жүрген екі ағайынды мықты боксшы бар. Ол Төрехан Сабырхан мен Махмұт Сабырхан. Екеуі де кәсіпқой бокстағы дебюттерін өткізді. Және екеуі де нокаутпен жеңіске жеткендігінде айта кетейік. Өздеріңізде көрдіңіздер ғой. Төрехан Сабырхан Иржи Хауки деген чехиялық боксшымен қолғап түйістірді. Кәсіпқой бокста біраз жекпе-жек өткізген. 4 жеңісі бар. Бұл жігіттің 10-нан астам айқасы бар жалпы. Және ең жас қатысушысы осы кештің 19 жастағы Төрехан Сабырхан. Бокстағы дебютін былай өткізгеніне қарамастан, былай жекпе-жекті көрген кезде ойнап, күліп, билеп жүрді ғой Төрехан. Кәдімгі ойына келген істеді, білген істеді деп айтуға болады. Және Төрехан Сабырхан уақытынан ерте, небәрі 3-ші раундта қарсыласын нокаутқа түсірді. Сөйтіп кәсіпқой бокстағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Одан бөлек біздің тағы бір отандасымыз Махмұт Сабырхан, оның ағасы Данг Хайнх деген вьетнамдық жігітпен қолғап түйістірді. Негізі оның қарсыласы мүлдем басқа, Оңтүстік Америкадан келу керек еді, алайда соңғы сәтте ғана қарсыласы өзгеріп кетті де, жалпы жекпе-жектің өтуіне санаулы күндер қалған кезде жекпе-жекті өткізбей қойғаннан, одан да бір боксшыны ұйымдастырушылар тез арада тауып келді. Сонда Вьетнамнан келген жігіт, енді ботаник деп айтамыз ғой, былайша айтқан кезде өздеріңізде көрдіңіздер, салмақ өлшеу рәсімінде көз арбасуда да кәдімгі көзілдірікпен келіп жекпе-жекке шықты. Енді әрине өз басым енді көзілдірік киген кәсіпқой боксшыны көрмеппін. Мүмкін өмірде бар шығар, мүмкін линзамен жүретін шығар, бірақ аса былай өзім байқамаппын. Енді біз күліп мысқылдамаймыз әрине вьетнамдық боксшыны. Ол да кәсіпқой боксшы, ол да біреудің баласы кәдімгі. Бірақ бұл жекпе-жекте Махмұт Сабырханның айқын басымдылығы байқалды. Және жекпе-жектің ерте аяқталғанда дұрыс болды, негізі өйткені созудың қажет жоқ еді. Және Махмұт Сабырхан 2-ші раундта қарсыласын нокаутқа түсірді. Сөйтіп ағайынды бір үйдің екі баласы өз қарсыластарын нокаутқа түсірді. Сондай-ақ Батыр Жүкембаев өзінің 34 жасқа толған туған күнінде дәл 5 сәуір күні жекпе-жек өткізді. Оның қарсыласы Кейн Гарднер болды. Ұлыбританиялық 17 жеңісі бар кәсіпқой бокстағы. Сөйтіп 10 раундтың қорытындысы бойынша төрешілердің бірауыз шешімімен жеңіс Батыр Жүкембаевқа
бұйырды. Бұл Астанада жалпы бірінші мәрте жекпе-жек өткізгендігінде айта кетейік. Сондай-ақ аса ауыр салмақта біздің көрші Өзбекстаннан келген бір жігіт болды, ол Бахадыр Жалолов. Бахадыр Жалолов өзінің қарсыласын нокаутқа түсіре ме деген сұрақтар қойылған осыған дейін, бірақ Бахадыр оны жекпе-жек көрсетеді. Мен қазір артық ештеңе демей-ақ қояйын деді. Расында солай болды. Артық ештеңе деген жоқ, және 10 раундтың қорытындысы бойынша төрешілердің бір ауыз шешімімен ол Игорь Шевадзуцкий деген украиналықпен қолғап түйістіріп, ұпай саны бойынша жеңіске жетті. Бахадыр Жалолов 2 дүркін әлем чемпионы, 2 дүркін олимпиаданың чемпионы, өзінің карьерасындағы кәсіпқой бокстағы кезекті жеңісіне қол жеткізді, және осыған дейінгі 14 айқасының барлығында Бахадыр Жалолов кәсіпқой бокстағы нокаутпен жеңіп келсе, бұл жолы енді ұпай санымен ғана жеңді. Бірақ жеңістің аты қашанда жеңіс, қай уақытта болмасын, жеңіс бәрібір де ол тарихта, рекордта жеңіс болып жазылады. Сондықтан да Бахадыр Жалолов та осы бокс кешінде жеңіске жетті. Біз өзбек жанкүйерлерін жалпы шын жүректен құттықтаймыз. Бахадырдың осы Астанаға бірнеше күн бұрын келді, және Бахадырдың да жеке фанаттар болды. Яғни қазақ жанкүйерлері Бахадыр Жалоловқа қолдау көрсетіп, Бахадыр алға, біз саған қолдау көрсетеміз деп керемет бір жылы лебіз білдірді. Оны Бахадыр да сезінді, айтты. Мен Қазақстанға бірнеше мәрте келген, бірнеше жекпе-жек өткіздім. Жалпы қазақ елі маған ұнайды. Біз қазақ халқымен жақын бауыр елміз, және мен баршаңызды құрметтеймін деген еді, барша қазақ халқын құрметтеймін деді, және оның құрметтейтін халқы да, яғни қазақ халқы да расында қолдаушылар болды, және бокс кешінде де өздеріңіз байқасаңыздар, Бахадырға жан-жақтан, трибунадан Бахадыр алға деп керемет қолдау көрсетіп жатты. Міне осындай бір керемет бокс кеші де өз мәресіне жетті, ардақты ағайын. Билеттер саны қымбат болды. Бұл енді кәсіпқой бокс болғаннан кейін ұйымдастырушы бар, телетрансляция бар, боксшыларға беретін қосымша гонорар бар. Оның барлығын жалпы айналып келген кезде ақшаға келіп айналады. Сондықтан да қымбат болуында себебі осы. Бірақ ең бастысы барлығы дерлік, бұл бокс кеші қазақ қыз-жігіттерінің жеңісімен аяқталды. Балоса Мұзман да жекпе-жек өткізгендігін білесіздер, және Балоса да өз айқасын жалпы өте тамаша аяқтады. Ардақты ағайын, ендеше осы бокс кешінің басты жұлдыз болған Жәнібек Әлімханұлының айқасы сіздерге ұнады ма, көңілдеріңізден шықты ма? Енді Жәнібек Әлімханұлы қандай боксшымен шығу керек? Ол осының алдында айтты ғой, қажет болып жатса Мейірім Нұрсұлтановпен де титул үшін айқас өткіземін деп айтқан болатын. Сондықтан да қазақ пен қазақ енді рингте шығып қалуы мүмкін кәсіпқой бокста, бірақ бұл тек қана спорт. Бұл жағында кішкене, бұл мәселеге де кішкене басқа жағына, яғни позитивті жағына қарау керек. Екі қазақ бір-бірімен шығып төбелесіп жатыр екен емес, жоқ, титул үшін айқас болып жатыр деп қарау керек біз. Мысалы, Қазақстан чемпионатында әуесқойлар арасында бәрі қазақтар ғой. Сол сияқты кәсіпқой бокста да қажет болып жатса, қазақ пен қазақ рингте шығып қалуға әбден мүмкін. Енді ақш-та білесіздер, мысалы, екі америкалық боксшы бір-бірімен қырқысып жатады. Оған енді Американың халқы сендерге дұрыс емес, сендер екеуіңді Американың азаматсыңдар демейді ғой. Сол сияқты кәсіпқой бокста барлығы да мүмкін, ардақты ағайын. Ендеше видеомыз ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.